Сәлем құрметті менің YouTube көрерменім. Бүгінгі тақырып 8 айлық балаға общий массажды көрсетемін. Бұл бала аяғын баспайтын еді, және дұрыс отырмайтын еді. Қазір бүгін 9-шы күні жасап жатқанымыз. Қазір уже аяғын басып отырып келе жатыр. Қалай жасаймыз, не істейміз, қандай фишкаларды қолданамыз, осы видеода көрсетемін. Соңына дейін айналдырмай қараңыз қарашы видеоны. Ата түсінбей қаласыз. Лайк басайық. Видеоға ең алдымен лайк басып кетіңіз. Және де каналға тіркеліп кетіңіз. Төменде қызыл кнопка тұр, подписаться деген. Егер бірінші рет келіп тұрсаңыз. Ендеше видеомызды бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал, общий массаж достар, 8 айлық бала. Денесі бостау, кішкене жыбырлақ енді. Түсінесіздер ғой, 8 айлық бала уже жыбырлақ болады. Видеоның соңына дейін қараңыз достар, айналдырмай. Аяғын дұрыс баспайтын балдар, жаңа кішкене бос болса да сондай болады, өзі слабый болады. Аяғын дұрыс баспайды. Аяғына көбірек мән бересіз, және де беліне табандарын жақсылап уқалайсыздар ғой. Ешқандай қиындығы жоқ, алдында да көрсеткенмін. Общий массаж жасаймыз. Табанына 7, 8, 6 деген сандарды көбірек қолданасыз. Саусақтарын араларын жақсылап жасайсыз. Гипотонус ғой, кішкене мыжғылап жасайсыз. Жаңа айтқанда аяғын дұрыс баспайтын еді, қазір басып келе жатыр. Бүгін уже 9-шы күні. Уже бір курста нәтиже бар да, достар. Аяғын басып уже отырып деген сияқты. Ешқандай қиындығы жоқ. Адам жасаған адам жасайды. Үй жағдайында өз балаңызға өзіңіз осылай жасасаңыз болады. Қолдық қойдыңыз ба, до конца алмайсыз достар. Міне. Жамбасқа дейін апарасыз. Лайк басамыз, достар айтпақшы, видеоға лайк басыңыз міндетті түрде. Егер лайк баспаған болсаңыз. Егер комментарийге сұрақтарыңыз болса қойыңыз, мен жауап берейін. Қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыз тағы да. Осылай кішкене қатты болса емес енді денесі. Кішкене слабый да, бұлшық еті. Кішкене мыжғылап жасаймыз. Мен қолым тез-тез жасап жатқан шығар, сіздер асықпай жасаңыздар хорошо. Мен қолым үйреніп қалғанда. Сіздер асықпай жасаңыздар. Жақсылап осылай жасаймыз. Тізенің үстін басуға болмайды достар. Тізенің үстін басуға болмайды. Осының айналасын жақсылап уқалайсыздар ғой. Осының айналасын. Алдап не алмасаң, уже 6 айдан жоғары 8 айлық балдар уже жатпайды жыбырлап. Сен не деп алдысың екен, Жақсылап уқалап боласыз ғой достар да. Уқалап болғаннан кейін от души уқалайсыз. Кас. Уқалап боласыз ғой. Потом міне осылай тізесінен ұстаймыз. 1, 2, 3. Гимнастика. Элфкаста массаж тапқан екен. 1, 2, 3. Айналдырамыз. 1, 2, 3. Екінші аяғында дәл солай асықпай от души уқалайсыз. Өзіңіздің балаңыз енді өзіңізге жатырқамайды ғой. Спокойно жатады деп ойлаймын. Осылай от души жасайсыз достар. Екінші аяғына да тура жаңағындай от души уқалайсыз. Гимнастика. Қазір көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараймыз достар. Айналдырмай видеоның соңына дейін қараңыз. Кейбір балдарда гипоксия болады достар. Міне аяғының басын деп бүгіп алады да. Ондайларға міне осылай фишкаларды қоссаңыз болады. Егер аяғында гипертонус болса балада да, гипотонус дейміз ғой. Ол кезде мыжғыламайсыз, легкий уқалайсыз. Бұлшық етті босатасыз да. Осындай приемдарды да қосасыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса комментарийге қойып отырыңыз. Достар, жақсылап уқалап боласыз да, асықпай уқалайсыз жаңа айтқандай. ЛФК. Осылай ұстаймыз тізесінен, осылай жанынан. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Кас. Бала жақтырмауы мүмкін, неприятный болуы мүмкін, бірақ жақсы көмегі бар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Кас. 1, 2, 3. Мынау беліне жақсы көмегі бар осының достар, беліне. Отыруына, жаңа белдің қатаюына, міне. 1, 2, 3. Арқасына өтеміз. Айттым жаңағыдай, белі мен аяғына көбірек мән бересіздер достар. Кәні, бәр. Қыздырып аламыз арқасын достар. Арқасын қыздырамыз. Өстіп жамбастан бастап уқалаймыз. Бала массаж уақытында жылауы ол қалыпты жағдай. Өстіп алдап жасайсыздар. Омыртқаның үстін баспаймыз, осы жандарын, осы беліне көбірек мән бересіздер достар. Жақсылап айналдырып уқалайсыздар ғой. Жамбастарын көбірек уқалайсыздар.
Жамбасын көбірек уқалағанның пайдасы ұршығы жақсы дамиды баланың ұршығы да. Кейбір балдарда ұршығы жоқ болады, ұршығы кішкентай болады. Соған жақсы көмегі бар. Жамбасын көбірек уқалайсыздар. Саған не берсем екен, Мәш. Мә. Осылай беліне жақсылап уқалаймыз, достар. Омыртқаға тиіспейміз. Құйымшақты да уқалайсыз. Белдерін жақсылап уқалап болғаннан кейін аяғына өтеміз қайтадан. Шаштар көріп қалсаңыз, алып тастайсыз. Ничего, күшті болады, қайта күшті болады, қайта аяғыңды басып атсың. Белін қатайды. Аяғына өтеміз, достар. Себебі белі мен аяғына общий массаж жасалады, бірақ белі мен аяғына көбірек мән бересіздер. Неге? Себебі онша отырмайды бала, аяғын дұрыс баспайтын еді. Сол үшін ничего, күшті болады қайта. Вот, достар, міне осылай. 1, 2, 3. Асықпай жақсылап уқалап боласыз ғой. Одан кейін осы жаңа элфкасын істейсіз. 1, 2. Оппа, кән. 1, 2, 3. Міне, достар, уқалап боласыз. Элфка. 1, 2, 3. Қара, гүдіш. 2. Массаж істеп болғаннан кейін, достар, бәрін асықпай істейсіз ғой жаңағы. Енді өзіңізге бала жыламауы мүмкін. Енді маған кішкене жылап жатыр мынау. Жылап жатыр екен деп массаж тоқтатып қоймайсыз, кішкене көндіріп алып, дәлше жасай бересіз ғой. Осындай элфка, достар. 1, 2. Беліне жақсы көмегі бар, беліне. 3. 1. Давай. 2. 3. Вот, достар, кішкене бала матастанып кетті. Көндіріп алып, асықпай жасайсыз ғой. Видеоға лайк басайық, каналға тіркелейік. Осы видеоны WhatsApp-таттарға таратыңыз. Көріңіз, достар, бала егер аяғын баспайды, мысалы дұрыс отырмаса, общий массаж жасайсыз. Бірақ белі мен аяғына көбірек мән бересіз, жаңа айтқандай. Бүгін 9-ші күні күшті нәтиже бар. Все, келесі видеода жолыққанша.